Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым, төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымы көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар тақырыбына арналмақ. Бүгінгі қоғамда жол көлік оқиғаларының теріс салдарынан қорғауда түрлі шараларды қолданумен қатар қылмыстық құқықтық шараларды да жетілдіруді талап етіп отыр. Бұл күрес кешенді сипатқа ие, ол адам, автокөлік, жол сынды бөліктермен құралған. Мұндай жүйе жалпы қолдауға ие болған деп есептеледі. Көліктегі құқық бұзушылықтар елімізде қандай заңдармен реттелген? Мұндай келеңсіздіктер орын алған жағдайда қандай шара қолданылады? Төрелік бағдарламасы студиясының алаңында осы сауалдарға жауап іздеп көрмекпіз. Хабардың бүгінгі спикері Есіл аудандық сотының судьясы Саян Абылайұлы Жылқайдаров. Саян Абылайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қылмыстық кодексте көліктегі құқық бұзушылықтарға қатысты қарастырылған жауапкершілік мәселесіне тоқталсақ, жалпы жаңа қылмыстық кодексте айтарлықтай өзгешеліктер бар ма? Әңгімемізді алдымен осыдан бастасақ. Кеш жарық, көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар қылмыстық кодекстің 14-ші тарауында қарастырылған. Бұл тарауда көлік барлық түрлері, яғни темір жол, әуе, су, көлік, автомобиль, троллейбус және басқа да механикалық құралдарын жүргізуші адамның жол қағидасы қауіпсіздігі немесе көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзған үшін қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылығы көрсетілген. Жаңа айтқандай, бұл тарауда барлық көлік түрлері көрсетілген. Енді біздің қазір еліміздегі автокөлік көбеюіне байланысты осы автокөлік жүргізу мәселелеріне тоқталсақ, қылмыстық кодексте өзгерістер енгізілді. 2019 жылы заң күшейтілді. Бұл тарауға 345-1 деген бап енгізілді. Ол яғни көлік құралын масаң күйде басқарып, ережелерді бұзу, болмаса көлікті пайдалану қағидаларын бұзу жатады. Және 346 баптың бірінші бөлігінде заң күшейтілді, жазасы күшейтілді. Бұрын мысалы жерде екі түрлі жаза қолданады, негізгі түрі және қосымша түрі. Қосымша түрі ол көлік құралының құқығынан айыру. Бұрын мысалы заң күшейтілмей тұрғанда 3 жылға дейін көлік басқару құқығынан айырылатын. Қазіргі таңда заң күшейтілгеннен кейін бұл құқықтан өмір бойы айырылатын болады. Бұрын мысалы бұл бап бойынша бас бостандықтан айырмайтын тұғын. Қазіргі таңда 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Осындай өзгешеліктер осы заңда көрсетілді. Мәліметтерге жүгінсек, жыл сайын абайсызда адам өліміне әкеп соқтыратын жағдайлардың жиілеп кеткенін білеміз. Бұл ретте қандай жаза қолданылады? Бұл жерде енді айта кетейік, көліктегі енді автокөлікті айтып отырмыз ғой. Автокөлікте негізі жаңағы 3 бап дедік қой, 345, 345-1, 346 баптар. Ол жаңағы көлік жүргізу немесе көлік құралын пайдалану қағидаларын бұзған кездегі зардаптар болған кезде бұл 3 бапта бөліктері қарастырылады. Бір адамның өліміне әкелетін зардаптар болады, 2 немесе одан да көп адамның өліміне әкелетін зардаптар болады. 345 бапты алатын болсақ, бір адамның өліміне әкелетін болса, ол жаңа көлік басқару құқығынан 5 жылға дейін айырылады. Сонымен қатар 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ал бұл бап бойынша 2 адам немесе одан көп адамның өліміне әкелетін болса, онда көлік құралын басқару құқығынан 7 жылға дейін айырылады. Ал бас бостандығынан 5 жылдан 10 жылға дейін айырылады. 345-1 бап бойынша бұл жерде масаң күйде болған жағдайлар көрсетілген. Бұл жерде көлік құралын басқару құқығынан 10 жылға, бас бостандығын 7 жылға шектеу қойылады, болмаса бас бостандығынан айырылады. Ал 2 немесе одан көп адам өліміне әкелетін болса, онда өмір бойы құқығынан айырылады, басқару құқығынан. Негізгі жаза 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы жазаланады. 346 бап, ол жаңағы жоғары айтылып кеткен баптарға қарағанда, бұл жерде жүргізушілер сол құқығынан айырылған адамдар жауапқа тартылады. 346 бапта көрсетілген жаза, ал яғни зардаптар ретінде жаңағы адам өлімінде отырмыз ғой. Бір адамның өліміне әкелетін болса, онда бас бостандығынан 7 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сонымен басқару құқығынан өмір бойы айырылады. Ал 2 немесе одан көп адам өліміне әкелетін болса, онда бас бостандығынан 8 жылдан 10 жылға дейін айырылады және өмір бойы басқару құқығынан айырылады. Саян Абылайұлы, тағы бір мынандай мәлімет, ішімдік ішіп алып, көлік жүргізудің дерегі өңірде әлі де азаймай отыр. Былтыр 2000-ға жуық жүргізуші мас күйінде көлік тізген десе, 100-ден астамы бұл әрекетін екінші рет қайталаған. Оларға қандай жаза тағайындалады?
Қарапайым тілмен айтқанда, бірінші адам көлікті басқарған кезде, бірінші рет жауапқа тартылған кезде ол әкімшілік жауаптылыққа жатады. Екінші рет сол мерзімде, мысалы қазіргі таңда әкімшілік жауаптылық ол 7 жылға басқару құқығынан айырылады. Сол 7 жылдың ішінде тағы да бір рет масаң күйде көлікті басқарса, сол кезде ол қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Бұл жерде өмір бойы басқару құқығынан айырылады және 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы бекітілген. Бірінші рет адам масаң күйде басқарса көлікті, ол әкімшілік жазаға тартылады. Әкімшілік жаза ол жерде 15 тәулік әкімшілік қамаққа алынады және 7 жылға басқару құқығынан айырылады. Содан кейін адам екінші рет масаң күйде көлікті басқарса, сол кезде қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық жауапкершілік бұл жерде 346 бап бірінші бөлігі қылмыстық кодексінің қарастырылған. Бұл жерде жаңа айтып кеткендей көлік құралын басқару құқығынан өмір бойы айырылады. Және де ең ауыр жазасы бас бостандығынан 5 жылға дейін мерзімге айырылуы мүмкін. Бас бостандығынан айырылу бұл шартты түрде бола ма? Егер мысалы үшін ол адам өліміне әкеліп соқтырса? Адам өліміне әкеліп соқтырса, мен бағана айтып кеттім, адам өліміне әкеліп соқтыратын бұл жерде жаза бір адамның өліміне әкелетін болса, 7 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығы. Бұл жерде басқа түрі жоқ, жазаның түрі. Ал бұл жерде екінші рет басқарып адам жауапқа тартылып жатса, бұл жерде ең ауыр жазасы 5 жылға дейін. Бұл жерде жаңағы альтернативті түрде жаза бар, айыппұл төлеу, сонымен қатар бас бостандығына шектеу қою, ең ауыры 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Айыппұл төлеудің шекті мөлшері қандай? Егер ауыстырылған жағдайда? 5000 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстары тағайындалады. Немесе 1200 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстары тағайындалуы мүмкін. Немесе 5 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан шектеу, болмаса айыру болады. Жол көлік оқиғасы болған жерден ізін жасырғысы келетіндердің қатарының көбейіп отырғанда ащы да болса шындық, көлік жүргізу құқығынан айырылған адамның рульге отыруына да жол беріліп жатады. Бұл мәселе заңмен қаншалықты реттеледі? Енді бұл жерде осы кодекстің бағана айтып кеттім 345-346 баптарында көзделген ауыр зардаптар туындаған жағдайда көлік құралын басқаратын және жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзған адамдар жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалуы, ол жаңа 347 баппен бекітілген қылмыстық кодексте. Бұл жерде жаза жөнінде айтатын болсақ, бұл жаңағы басқару құқығынан айырылады 3 жылға дейін мерзімге және 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Болмаса сол мөлшерде түзеу жұмыстары не 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға жазаланады. Болмаса 2 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан шектеу, болмаса сол мерзімге бас бостандығынан айырылады. Саян Аблайұлы, темір жолда құқық бұзушылықтарға қатысты ахуал туралы айта кетсеңіз, мысалы, пойызда қажет болмаған жағдайда өз бетінше тоқтату деректерінің де көп екенін білеміз. Мұндай деректер біздің өңірде жиі кездесе ме? Мұндай деректер бар ма? Ол енді жақсылықтың белгісі шығар. Біздің өңірде ондай сот тәжірибесінде осымен қарап шықтым. Былтырғы жылдарда ондай мәлімет жоқ. Біздің өңірде заңды түрде айтатын болсақ, қылмыстық кодекстің 352 бабында реттеледі бұл мәселе. Пойызды қажет болмаған жағдайда өз бетінше тоқтату. Бұл бапта пойызды тоқтату кранмен, немесе ауа тежегіш магистралды ажырату жолмен, немесе басқа да тәсілмен қажет болмаған жағдайда пойызды тоқтатса, егер бұл адам өліміне, немесе басқа да ауыр зардаптарға әкелетін болса, тек қана сол кезде ғана қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде жазасын айтатын болсақ, ол 2 жылдан 8 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Саян Аблайұлы, тағы бір мынандай мәселе бұл жерде туындайды. Мысалы үшін айтайық, пойыздың дәл ортасы дейік вагонның. Төтенше жағдай орын алды дейік, мысалы үшін адамның денсаулығы тіпті нашарлап кетті, болмаса тағы бір басқа келеңсіздіктер орын алуы мүмкін ғой енді темір жолда. Бұл жағдайда пойызды тоқтатқан кезде кез келген нәрсе барлығы сараланатын шығар? Оның бәрі сараланады. Ол жағдайлардың бәрі қылмыстық кодекстің баптың өзінде құрамында айтылып тұр ғой. Қажет болмаған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке жатады. Егер сондай жағдай болып қалды дейік. Егер қажет болған жағдайда, онда әрине бұл құрам болмайды. Ондай жауапкершілікке тартылмайды. Енді Ақмола өңірі ірі мегаполис емес дегенмен, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, көліктің 18 түрі бар дедіңіз. Сондықтан көлік құралдарының түрлері де аз енді бізде ірі мегаполис болмағаннан кейін. Жалпы Есіл ауданы бойынша көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатысты қанша іс қарадыңыздар?
Жалпы осындай статистика бар ма? Статистика бар. Бұл бағана айтқандай мысал ретінде Есіл ауданы сотында 3 қылмыстық іс қаралды. 345-ші баптың 3-ші бөлігімен, яғни адам өліміне әкелген құқық бұзушылық 3 адам үкіммен сотталды, бас бостандығынан айырылды. Ал 346-ші бапты айтатын болсақ, ол жаңағы басқару құқығынан айырылған, бірақ масан күйде тағы да басқарған адамдар. Бізде 6 іс қаралды, а былтыр 9 іс қаралды. Оның ненің белгісі? Заң бағана айтып кеттім ғой, күшейтілді. Жауапкершілік жазасы да күшейтілді. Бұл көрсеткіш дұрысталып келе жатыр деп айтуға болады. Тағы бір мынандай дерек, соңғы кездері мынау нәзік жандылардың көлік басқаруы да көбейіп кетті. Енді сіздер, мысал үшін, өздеріңіздің сот тәжірибесінде нақты бір статистикалар келтіретін шығарсыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, бірнеше іс қаралды деп. Жалпы нәзік жандылардың үлесі бар ма? Мысал үшін, осы құқық бұзушылықтарға қарағанда. Гендерлік тепе-теңдік дейді ғой. Біз енді бөлмейміз, нәзік жанды болсын, еркісі болсын. Біздің Есіл ауданы сотында нәзік жандылар жауапқа тартылған жоқ, бұл көліктік құқық бұзушылықтар бойынша. Жалпы енді заң алдында әйел адам, ер адам деп бөлінбейді ғой, барлығы заң алдында жауап беруге бірдей, тең. Рахмет. Адамның денсаулығына ауыр және орташа ауырлықта зиян келтіргендерге қылмыстық жауапкершіліктің қандай түрі қолданылады? Бағанан бері айтып келе жатырмыз, 345, 345-те 1, 346-шы баптар ғой, автокөлікте құқық бұзушылықтар. Бұл жерде енді зардаптар ғой, орташа денсаулығына зиян келтіру, ауыр зиян келтіру, қылмыстық жауапкершілік сол кезде пайда болады. Мысалы 345-ші бап бойынша орташа зиян болса, көлік құрамын басқаруының құқығынан 2 жыл мерзімге айырылады, және 160 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салынады, немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстар, немесе 160 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға, болмаса 40 тәулікке дейін қамаққа алынады. Ал егер ауыр зиян келтірілсе, бұл бап бойынша көлік басқару құқығынан 3 жылға мерзімге айырылады, және 2000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салынады, немесе соған тең мөлшерде түзеу жұмыстары, болмаса 600 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға, болмаса 2 жылға дейін мерзімге бас бостандығын шектеу, болмаса айыру. 345-те 1-ші баптың жазасына келетін болсақ, орташа зиян келтірген жағдайда, онда басқару құқығынан 10 жыл мерзімге айырылады. Айыппұл мөлшері 1000 айлық есептік көрсеткіште. Сол мөлшерде түзеу жұмыстары 400 сағат қоғамдық жұмыстарға, және 1 жылға дейін бас бостандығынан шектеу, немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қолданады. Егер ауыр зиян келтірсе денсаулыққа, онда көлік құралын басқару құқығынан 10 жылға дейін мерзімге, айыппұл 3000 айлық есептік көрсеткішке, соған тең түзеу жұмыстар, 1200 сағат мерзімге қоғамдық жұмыстарға, болмаса 3 жылға дейін бас бостандығынан шектеу, болмаса сол бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген. Ал 346-шы бап бойынша бұл жерде енді жазасы өте қатаң. Көлік құрамын басқару құқығынан орташа зиян келтірген кезде өмір бойы айырылады, және бас бостандығынан 5 жылдан 7 жылға дейін. Ал ауыр жағдай болған кезде, ауыр зиян келтірген кезде басқару құқығынан өмір бойы айырылады, ал негізгі жаза 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру болады. Саян Абылайұлы, көлік жүргізуге қатысты, ондағы құқық бұзушылықтарға қатысты қандай заңдарменен реттелетінін, қандай заң аясында жазалар қолданылатыны туралы жан-жақты әңгімеледіңіз. Қашанда көліктегі тәртіпті сақтауымыз керек, заң алдында барлығымыз бірдей жауаптымыз. Бүгінгі бағдарламаға қатысып, жан-жақты әңгімелегеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Thank you.